Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі сіздерге таныстыратын сабағым бракераждық журналды толтыру үлгісі. Бракераждық журналды біз күнделікті жазамыз 0129 номенклатура бойынша. Бұл жерге бізге таңғы ас, түскі ас, бизнес және кешкі ас жазылады. Күнделікті жазамыз. Көріп тұрыңыздар, бізде міне сүтті тары ботқасы деп жазылып тұр менде. Осы бракераж журналға біз сыртқы түріне, түс дәмін және консистенциясына баға беретін боламыз. Және де күнделікті осылай жазамыз. Мысалы, сүтті тары ботқасы сыртқы түрі қандай, жарма дәндері толығымен ісінген, жақсы қайнатылған ботқа деп жазамыз. Сары май салынған деп, түсі қандай, түсі сары, дәмі қандай, иісі қандай пайдаланғанда дәнді дақылдарға тән, бөтен дәм жоқ, иіссіз деп жазамыз. Консистенциясы қалай, біртекті, тұтқыр, жұмсақ түйіршіктермен. Бұл таңғы асқа берілген бракераждық журналы осылай толтырамыз. Сүт пен какаода сыртқы түріне де, түсіне де, дәміне, иісіне баға беретін боламыз. Жақсы, жаман деп жазбайтын боламыз. Тек осылай толығымен жазуымыз керек, қыздар. Сүтті какаосы тұнбасы жұққа, суспензиясы түскі, мысалы, түсі қандай, қызғылт, қоңыр, ашық, дәміға сүттің дәмі бар, хош иісті, осылай барлығын жазып шығатын боламыз. Түскі асқа, мысалы, борщ, сыртқы түрі қандай, түсі қандай, дәмі қандай, иісі қандай, барлығын толығымен жазатын боламыз. Және де уақытын жазамыз. Қай уақытта берілді, мысалы. Көкөністер технология бойынша піскен ба, қалай, иісі қалай, дәмі қалай, қызылшаның түрі қандай, барлығы жазылатын болады, қыздар. 12:20-да берілді. Рұқсат етілген уақытта, міне, иісі жоқ. Қуырылған көкөністердің иісі шығады. Тауық етінен котлет менде. Сыртқы түрі қандай, түсі, дәмі және де консистенциясына баға беретін боламыз. Гарнирге қарақұмық. Даже қарақұмықтың өзіне де қалай толығымен піскен, түсі қандай, дәмі қалай, консистенциясы қалай, барлығы жазылу керек. Және де бұл күнделікті жазатын біздің журнал. Сәбіз салат, міне, сәбіз салат, ұзынша сәбіз, өсімдік маймен араластырылған, консистенциясы қалай, түсі қандай, дәмі қалай, иісі қалай, сыртқы түрі қандай, барлығы пішіні сақталған ба, осының барлығын жазуымыз керек. Кептірілген жемістерден компот, сыртқы түріне, түсіне, дәміне, иісіне, консистенциясын барлығын жазамыз, қыздар. Күнделікті жазылады. Кисель, менде бесінасымен киселмен пряник бердік. Және де бұл жерге де баға береміз. Және уақытын жазамыз. 15-15-те бесінасы берілді менде. Көріп тұрғандарыңыздай, және кешкі ас. Кешкі асқа мен көкөністен рагу және тәтті шай. Бұл жерге де баға беретін боламыз. Сыртқы түріне, түсіне, дәміне, иісіне, консистенциясына, сыртқы түрі, консистенциясы, түсіне барлығына жазамыз. Көріп тұрғандар, 17:30-да менде кешкі ас берілген. Сыртқы түрі, шайдың сыртқы түрі қалай, көкөністі рагу қалай піскен, барлығы картоп дәмі бар, не жағымды соуспен толықтырылады деп барлығын жазамыз. Көкөністер қалай піскен. Бұл журналды білесіздер, біз күнделікті жазатын болған соң күнделікті тағамдарды осылай жазып отырамыз.